Бала өте жылдам өседі. Отбасын қуанышқа бөлеп, жарық дүние есігін кеше ғана ашқан сәбилер бір қарағанда есейіп қалғанын көресіз. Барлық нәрсенің себебін түсіну үшін күні бойы зар жүгіріп сұрақ қояды. Жауабын іздейді. Үйіңізде бейне бір зерттеуші жүргендей. Ақыл жастан, асыл тастан дейміз. Біз өрім бұтағымызды қаршадайынан дұрыс тәрбиелеп, аманса өсіру үшін жүздеген жылдар бойы жинақтаған ұлттық тәрбие дәстүрінің қаймағын бұзбай, бүгінге дейін қолданып келе жатқан данышпан халықпыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-ана? Бала көңілдің гүлі, көздің нұры емес пе? Кішкентайларыңыз күн санап өсіп, жанұяңызды күлкіге бөлеп, бақыт құшағында жырғаулы өмір сүріп жатқан сіздердің өмірлеріңіз гүлдене бергей. 4-5 жастағы баланың денесі, ақыл ойы қалай қоғамданып дамуын, отбасында қалай қолдау туралы кеңеске назар аударыңыздар. Жылап еркелеп, мәні білінбейтін балғын шағы артта қалса, енді міне өз бетімен анда-мұнда жүгіріп, әрі нәрсені қызықтап, өз ойы талап тілеген ашық айталады. Ол қазір әке шешесіне шамасынша көмектесіп жүр екен. Есейіп қалыпты. Біз Байнелгөй аймағының Сақсай сұмының халқымыз. Өз атым Секейұлы Қонаев деген болам. Осы сұмының азаматтар өкілдері құрылтайының бастығы болып 2008 жылдан бері жұмыстап келе жатырмын. Сүйегім уақ. Біз бір жанұяда 6 адам тұрамыз. Үй ішіміз ана отырған кісі аты Әлия деген Төлек ауылының баласы болады. Чәкен қызы Әлия деген технологияның мұғалімі. Үлкен балам Зада деген мына бала. Назлы таңертеңнен кешке дейін әке шешесінен оны-мұны сұрап қасынан қалмайды. Барлық нәрсені білгісі келіп шайраңдап жүрген баланың келешекте білімдар, кең пейіл, әдепті азамат болып ер жетуі отбасы тәрбиесіне тікелей байланысты болмақ. Біз 2 баламыз бар. Дұскам Назлы аты. Екіншісі бұл Нұрәлі. Алланың осы бір ұл, бір қыз бергеніне мың бір шүкірлік етеміз. Әр адам ұрпағымен көрікті дейді. Осындай ұрпақ болса, біздің ізімізді жалғастырса, біз әке шешеміздің жолын қалай жалғастырсақ, бұлар біздің жолымызды солай жалғастырады дегенде кәміл сенімдіміз. Бала дұрыс тамақтанса, таза ортада өссе, және тазалық дағдыларын дұрыс қалыптастырып үйренген болса, ауырмайды, аман сау өседі. Осы жастағы баланың тамақтануы, қимыл қозғалысы және оларға тазалық дағдыларын қалай қалыптастыру туралы кеңеске көңіл қойып тыңдаңыздар. Осы жастағы баланың салмағы 16-дан 17 килограмм, бойы 4-ден 5 сантиметр маңайында өседі. Дене мүшелері бітімнің дамысы одан сайын жетіліп, іс-әрекеті тіптен жақсарып, қимыл қозғалысы көбейіп, одан әрі жетіле береді. 4-ден 5 жасар баланың қимыл қозғалысы молайып, күні бойы зары жүгіріп ойнайды. Дене бұршықтары жақсы жетіліп, қалай болса солай қимылдай алады. Қолымен нәзік іс-әрекет жасайды. Осы кезде балаға ата-ана көмегі өте қажет. Міне осылайша баланың дене дамысын қолдап назар аударғанда ғана баланың өсуіне, қимыл қозғалысына көп әсер етері даусыз. 4-ден 5 жасар баланың дене дамысының ерекшеліктері. 4 тағандап ілгері кейіннен беттейді. Аяғын қысып көзін жұмып жүре алады. Доп қатарлы нәрсені лақтырады. Биікке өрмелеп түсе алады. Жүгіріп биікке секіреді. Қозғалысты ойыншықтармен ойнайды. Бала жүріп, жүгіріп, өрмелеп, домалап, әр түрлі қозғалыс жасайды. Осы жастағы бала танымысы жүгіреді. Жүгіргенде жүйрік, күшті, өзіне сенімді болады.
Сондықтан баланың жүгіретін маңайы үйде де, сыртта да қауіп қатерсіз болуға тиіс дегенді есте сақтаңыз. Бала қызық көріп, таңырқайтын ерекшелігіне сай дамып келе жатқандықтан көрінген нәрсеге өрмелеп қарғиды. Сондықтан өрмелегенде қол аяқты қалай алмастырады, жүгіргенде тынысты қалай дұрыс алады дегенді ұқтырып қойғанда жөн. Көзі мен қолының ебін біріктіріп, істейтін істерді өте тамаша атқара бастайды. Сөйтіп, илеу, араластыру, түймесін түймелеу, ботинкасының бауын байлау, төрт бұрыштарды қабаттастырып қалау, әртүрлі бейнелерді ұсақ заттардан істеу, пластилиннен адам, жан жануарлар бейнесін жасау дегендей, өзі ойынан шығарып ұқсастырып істеу қабілеті біршама дамиды. Сондықтан отбасы мүшелері тігіп қалайтын, құрастыратын ойыншықтармен бірге ойнағаны жөн. Міне өстігенде бала ойыншықты ұстап, қалап, тігіп, құрастырып, қайтадан бұзып, бұлшық еттері жетіледі. Баланың кішкене бұлшық еттері жетіліп, қимылы жақсарғанда, саусақ пен көру қабілеті қатар дамиды. Бұл бала мектепке барғанда тез жазып үйренуіне әзірлік деген сөз. Баланы ширақ өсіру үшін мынаны еске сақтаңыз. Мейірбандықпен қарау, денесінің өсіп дамуын тұрақты қадағалау, дұрыс тамақтандыру, қимыл жаттығуын сәйкестіріп істету, қолайлы ортаға ойнату, аурудан алдын ала сақтау. Баламен бірге жұмыс шаруа істеу керек. Мәселен, құрт жайып, жіп арқан еріп дегендей. Бала жұмыс шаруа істегенде бұлшық еттері жетілумен қатар жұмыс істеп үйренеді. Шаруа аралығындағы әңгіме тіл байлығы жетілдіріп дегендей көп жақты дамысын қолдаған әрекет болады. Міне осы кезде балаңызға сенің шаман келмейді, есейген соң істе деп әсте айта көрмеңіз. Керісінше бірге тамақ әзірлеп, оны үйлетіп, жаздырып, нәрсені ұзын қысқасына сай ылғатып, жиғызып, санатып, түр түсі, көлеміне сай жүктетіп, қолын қимылдатып шаруа істеткенде, баланың денесі дамиды, ақылы жетілуіне де пайдасы зор болмақ. Құнарлы, сапалы азық-түлік баланың өсуіне дене дамысына зор әсері тигізеді. Бала дұрыс тамақтанса, қимылы, ой санасы жақсы дамып, көңілі көтеріңкі, сергек, белсенді болады. Сондай-ақ салмағы, бойы жасына сәйкеседі. Міне осы кезде бала отбасындағылармен қатар отырып, тамағын төкпен шашпай тамақтана алады. Сіз оған тамақтанғанда асығып алаңдама, тамақпен ойнауға болмайды дегенде тек ескертіп айтып қойыңыз, сонда дұрыс тамақтанып үйренеді. Баланы дұрыс тамақтандырғанда төмендегі талапқа сәйкескен болуға қажет. Нәрілі, жасына сәйкескен, жеткілікті, таза азық-түлік талабына сәйкессе дұрыс тамақтанады. Елімізде шырғанақ, қарақат, қызылқат қатарлы көптеген жеміс жидек өседі. Міне осындай жемістерді қыр ауылдағы ата-аналар балаға беріп дағдыланыңыздар. Мүмкіндікті пайдаланыңыздар дегенді айта кетпекпін. Балалар естеріңде болсын. Тамақтанар алдында қол жуу, отбасындағылармен бірге отырып тамақтан, тағамды төкпей, шашпай, асықпай үш, толық шайна, тамақтанған соң аузыңды сүрт. Шыны аяқты жуып тазалап, жанұя мүшелеріне көмектес дегенде ескертеміз. Бала қандай тағамды жақсы көреді дегенді ата-ана білуі керек. Балалар әшекейлі, төтенші бөлек, дәмсіз, өте ыстық емес, жылы, жұмсақ, көп шайнамай тура жұта салатын, сұйықтау дәмді тағамды жақсы көреді. Бала тағамы өте дәмді болуға тиіс.
Осы жастағы балаға тамақты толық шайнаудың пайдасын айтып беріп, қайтып толық шайнайды дегенді үйретіп қойғанда жөн. Мәселен, тамақты оң жақ азумен 10 рет, сол жақ азумен тағы да 10 рет, екі азумен бірдей 10 рет, барлығы 30 рет шайнау керек дегенді айтып бергеніңіз жөн. Тамақты толық шайнаса, беттің бұлшық еттері біркелкі дамиды, тамақтың сіңімділігі жақсарады, ми қанмен толық қанымдалады, тіс бекиді. Семіруден сақтайтын көп жақты пайдасы бар. Баланың ас қорыту жолдары тез бұзылады. Азық-түлік сатып аларда керектенетін уақыты өткен бе, таза ма дегенді байқағаныңыз жөн. Себебі бұзылып ескірген азық-түліктен жұқпалы іш ауруы тарайды дегенді ұмытпағаныңыз жөн. Азық-түлік таңдап сатып алғанда ескеретініңіз. Қорабы бүтін болсын, қашан, қайда өндірілгенін анықта. Сыртқы түсі, иісі жаңа, өндірілуі ескірмеген. Өндірілген және тұтыну уақыты бітетін ай күнін тексеріп, кепілді жерден таңдап сатып алғаныңыз жөн. Егер азық-түлік иістенген, сыртқы түсі өзгерген, дәмі бұзылған, пішіні бөлінген, қорабына жабысқан, қалбыры тырсиған немесе майысқан болса, алмағаныңыз жөн дегенді ескертеміз. Осы жасында беті қолын, тісін өздігінен жуа бастайды. Сіз лас қолдан қандай ауру жұғатынын, тістің саулығы, деннің саулығына қалай әсер ететінің жайлы балаңызға түсіндіріп бергеніңіз жөн. Тіс ауруынан сақтану үшін тамақтанған соң ұйықтар алдында тісті жуып дағдылану, сүт, ақтағам, жеміс-жидек молырақ ішіп жеу, тәтті дәмді, газды сосын аз ішу, төтенше ыстық, төтенше суық тағам ішпеуді балаларға ескертеміз. Сүйек тістері шығып тісей бастағанда тісін тілімен түрткілеп, немесе аузына нәрсе салып қозғай берсе, баланың тісі ойқы-шойқы шығып келбеті өзгереді. Ата-аналар баланың тісін үнемі бақылап, тегіс тістей ала ма? Тістері біркелкі тегіспе дегенге зері салып, жылына бір рет дәрігерге көрсету керек. Қажет деп көрсеңіз, аппарат таққызып қойса, тісінің дұрысталуына әсер етеді. Тісіңді төменде көрсетілген жолмен тұрақты жуып тазала. Маңдай тістің сыртын жуғанда, үстіңгі маңдай тісті жоғарыдан төмен, астыңғы маңдай тісті астынан үстіне қарай жуады. Маңдай тістің ішін жуғанда қылсапты тік бағыттап, астыңғы тісті үстіне қарай, үстіңгі тісті астына қарай ысқылап жуу. Азу тістерді жуғанда қыл сапты алдынан кері қарай бағыттап ысқылап жуады. Ауыл маңына, қырда баланы ашық сыртқа дәретке отырғызуға болмайды. Сондықтан бала дәретке отыруға лайықты 18-ден 20 сантиметр тереңдікте шұңқыр қазып, тайғанамайтын, гигиена талабына сай дәретхана дайындап берген дұрыс. Барлық жағдайда жеке дене тазалығы мен маңай тазалығы сақталса, бала аман сау, сырқатсыз өсері даусыз. Қоқсықты үйге, далаға албаты тасынамайды дегенді ескертіп, тазалық жасағанда баланы жас демей бірге ертіп жүріңіз. Ол тазалық сақтап үйренеді. Денесі туадан, ақыл ойы қалыптасудан деген ұстаным бар. Дәл осы жастағы баланың ақыл ойы гүл сияқты болатындықтан, жақсылап суарып, баптау керек. Осы жастағы балалар әрбір нәрсені білгісі кеп тұрады. Сондықтан ата-аналар көп нәрсе үйрететін мүмкіндіктер туып отыр. Бұл қандай мүмкіндіктер? Кеңеске құлақ тұрып, балаңызды қасыңызға алып отырыңыз.
Бұл жастағы балаларды белсенді, ынтызар, көркем, көреген бейнелік жас деп анықтауға болады. Бұлар көбінесе неге, қалайша, неге өстейді деп сан алуан сұрақтар қояды. Сұрақ қоятыны өзі үйреніп, танымы кеңейіп келе жатқандығы. Сондықтан да ата-ана сіз баланың сұрағына қайткен күнде жауап қайтарып отырыңыз. Осы жастағы балалар әр нәрсеге ынтызар болады, бәрін білгісі келіп тұрады. Айтқаныңызды толық түсінеді, бүгін қайда барып не істегенін рет-ретімен тиянақты айтып береді. Баламен бірге өткізетін уақыт шығару қажет. Балаңызбен бірге үйде отырғанда, ертіп жүргенде нәрсені қайтып істейді, оны неге пайдаланады дегенді әңгімелесіп, қоршаған орта, ауа райы, табиғат көріністері туралы түсіндіріп, бағытты қалай табады дегенді үйретіп, өткен, осы, келер шақ жайлы әңгімелеп айтып бергенде түсінік пайымдауы кеңейе түседі. 4-тен 5 жасар баланың ақыл-ой дамысының ерекшелігі. 20-ға дейін жатқа санайды, 10-ға дейінгі сандарды таниды, алып қосып жай есеп шығарады, нәрсенің неге қажет екендігін атын біледі. Нәрсенің орнын анықтай алады. Сіз балаңызды мектепке баруға таяғанда әзірлейміз, әлі бола берген жоқ деп бойды босқа салуға болмайды. Әсте олай емес. Осы кезде балаға арнайы көп уақыт шығарып бірге болғаныңыз жөн. 10-ға дейін сан дайындап қойып, оған үйретіңіз. Ақыл-ой дамысына әзір етеді. Бірге отырғанда үнемі сан санатып, өңдерді, бейнелерді ойына тоқып қоюды ұмытпаңыз. Цифр үйрету үшін цифрмен ойнатуға болады. Нәрсе санатып, санды нәрсенің жанына қойдырып көріңіз. Ол үшін 1-ден 10-ға дейінгі санды бөлек-бөлек 4 бұрыш қағазға жазып әзірле. Үйдегі обыштарды санатуға болады. Мәселен, 5 сәбіз санатып, сандардың қайсысын 5 сәбіздің жанына қою керек дегенде 5-тің цифрын қояды. 3 сәбіз санап қойған болса, 3-тің цифрын қояды. Міне осылайша бала сан санайды екен, санға сәйкес цифр қояды екен дегенді түсіне бастайды. 4-тен 5 жасар бала 20-ға дейінгі нәрсені жатқа санайды. 5-ке дейін нәрсені дәл санап, қорытындысын айта алады. Ата-ана сіз баланы санатып үйрету үшін үйдегі бұйымдарды санатып жаттатуға да болады. Осы жасында негізгі 3 өңнен басқа өңдерді де айырады. Әйтсе де баладан нәрсенің өңі, бейнесін үнемі тектеп сұрай берген жөн. Себебі балалар қызыл, жасыл, көк өң деп атын жақсы біле тұра, мынау қандай өң деп сұрай қалғанда танымай қалады. Сондықтан көзін әбден қанықтыру қажет. Баланың бейнелеп істеген нәрсесі өткен жылмен салыстырғанда нақты нәрселерді бейнелейді. Мұнысы пластилиннен жасағанда айқын көрінеді. Бұрын пластилиннен домалақ, жалпақ, ұзыншақ бейнелер жасай салатынды. Ал енді машина, шыны табақ қатарларды жасайды. Адамның аузы, мұрны, көзіне дейін түрлендіреді. Қандай бір нәрсені балаға тікелей көрсетіп, мәнін түсіндіріп, айтып үйретіп қойса, оның таным деңгейі, зердесі кеңейеді және өзі істей алатын болады. Бала бұрын адамның қол-аяғы деп дүзу сыза салатын болса, 4-тен 5 жасынан аяқ башпайы, қол саусағы қатарлы мүшелерін сызатын болады. Мұнысы нәрсенің мәнін түсініп, сол қалпынша қабылдайтынының дәлелі. 4-тен 5 жасар бала сөзге араласып, киліккіш келеді. Ана тілінің дыбыстарының аудантысын дұрыс айтса да, бірер жарымын теріс айтатын ерекшелігі де болады. Ата-аналар мұны ерте байқап, теріс айтқан сөздерін дұрыстап беріп жаттықтыру керек. Бала басқаның әңгімесіне киліге береді. Осы кезде ұрыспаңыз.
ол жасқанып ары қарай сөйлеуін тыйып тастауы да мүмкін. 5 жасқа дейінгі бала тілінде қаратпа сөз молырақ кезігеді. Ол өз ойын басқаға айтып түсіндіріп сөзін тыңдап, өзінің ойын толық жеткізе алатын тіл ерекшелігі 4 жасарлықтарға қарағанда артығырақ болады. Тілінен байқалады. 4-тен 5 жасар баланың тіл сөйлеу дамысының ерекшелігі. Барлық дыбысты дұрыс айтады, дыбысталуы ұқсас, мағынасы әр басқа сөздерді қолданады. 5-ке дейін сөз құрастырып сөйлейді, басқамен ой пікірін бөліседі, ойынан шығарып сөйлеу шыдамы дамиды, қалай, неге деген сұрақтар қояды. Дәстүрді жалғастырған татулық белгісінде. Отбасы мүшелері балаға қоршаған орта, өзен, көл, тау, өсімдіктер атауын айтып беріп, себебін түсіндіріп білетін ертегісі, көрген киносы туралы үнемі әңгімелесу керек. Өстігенде баланың тіл және сөйлеу дамысы жетіліп, өз ойын ашық та айқын айтып үйренуіне әсер етеді. Баланың сөз қорын байыту үшін ата-ана назар аударғаны жөн. Қандай бір жаңа сөзді түсіндіріп жаттатқызып, күнделікті әңгімеге қолдану, кім не туралы, не деп айтты дегенді тектеп әңгімелескен жөн. Сондай-ақ баламен бірге ән айтып, тақпақ жаттатқанда тіл және сөйлеуі ақыл ойы да дамиды. Балаға ән, тақпақ жаттаттардан бұрын мазмұны, оның жас ерекшелігіне сәйкескен ән, тақпақ таңдап тауып алу керек. Ән тақпақ жаттатқанда алдымен жол-жолымен жаттатып, жол-жолымен жаттаған соң шумақ-шумағымен жаттаса тез үйреніп алады. Жаттап үйренген ән тақпағын әредік есіне түсіріп пысықтатса, көпке дейін ұмытпайды дегенді есте сақтаған жөн. Бала ойнап жүрсе, көп нәрсені қабат үйреніп жүргені. Осы жасында да балаға ойыншық әсері бұрынғыдай қажет. Ойыншығы туралы басқаға түсіндіріп айтып, ойыншығымен үнемі сөйлесетін болады. Осы кезде сіз балам жалғыз сөйлеп кетеді екен деп үрейленбеңіз. Қайта ойыншығы арқылы баланың тілі және сөйлеу шыдамын жетілдіріңіз. Төмендегі жаттығуға назар аударыңыздар. Балалар, мына ит неге сүлесіп? Не болды екен өзіне? Не болғанын кім білсін? Ештеңе көрінбейді ғой. Бұл итке не ұшырап, неге қынжылғанын балалар өздері тауып айтып береді. Неге десеңіз, бұл ит шаршапты, ұйқысы келген екен, шешесін сағынып қарны ашыпты. Міне сондықтан ол қобалжып тұр. Ал мына ит көңілді екен. Неге десеңіз, бүгін оның туған күні. Өте көңілді, ерекше қуанышты. Досын көріп қуанып шешесіне кетіп барады дегендей, ұшырайтын оқиғаны иттің қимылы арқылы айтқызып әңгімелетсе, баланың тілі жетіліп, сөз қоры молая береді. Осы жастағы балалардың мінез құлқын мамандар емен-еркін дәурен кезі деп атайды. Сондықтан да ата-анасыз балаларыңыздың көңіл-күй ерекшеліктерін түсініп, уақыт шығарып ашық жарқын әңгімелесіп, бірге ойнап, қоғамданып дамуын қолдаңыз. Осы туралы әңгімелесейік. Анда-санда қиқарлы шығарып ашуланса да, үнемі момақан жүретін бала, жалғыз күнде айтқанды елемей, қозғасы көбейіп, анда-мұнда секіріп, қорыс қопаны шығарса, бұған таңданбаңыз. Бұл 4-5 жасар баланың көңіл күйінде байқалатын ерекше өзгеріс. Өзінің теріс бұрысын айырып, өзін басқамен, басқаларды өзімен салыстыра бастайды. Осы салыстырудың алғашқы әдеті басталғаны міне осындай. Біреуі жеңу үшін, біреуі жеңілмес үшін тырысып, айлалы орын сайлайды. Бір сөз айтқанда өзін өзі қорғап, басқаны өзін дұрыс түсінуге мезгейді. Осылайша баланың өзін өзі дамыту әрекетін 5 жасарынан қалыптастырса, ары қарай өз бетімен іс тындырып, істеген ісін өз бағалап үйренуіне зор әсер етеді.
осындай жас деп айтуға болады. 4-5 жасар баланың қоғамданып даму ерекшелігі. Балалармен бірге ойнайды, басқаға көмектеспекші болады, басқадан көмек тілейді, өз ойын айта алады. Осы жасында әке-шешесі, отбасы мүшелерінен басқа нағашы жұртын, аталас текелес ағайын туғандарын толық біледі. Туған жылын, ұруын біледі. Отбасы өмірдің дәстүрін біліп, тоқтам шыдамдылығы туындайды. Балаңызға салт дәстүр туралы түсіндіріп айтумен қатар, дәстүрді ойындарды бірге ойнап үйретіңіз. Өстігенде баланың ойлауы, ақыл ойы дамып, көппен бірге ойнап, басқалармен қатынасып, көпшілік ортасында қалыптаса бастайды. Баланың қоғамданып дамуын қолдаңыз. Пікір талабын ерекше ескеру, басқаға көмектесудің мәнін түсіндіріп үлгі болу, дос жарандары туралы әңгімелесу, салт дәстүр туралы түсіндіріп айту. Дәстүрді ойын сауық үйретіп, ойнатқаныңыз жөн дегенде ескертеміз. Арнайы әзірлеген ұласпалы кеңестер бала тәрбиелеу жолындағы игі істеріңізге септігін тигізді деген сенімдеміз. Жанұяңыз бақыт құшағына бөленіп, бала шағаның күлкі думаны шалқып таси бергей. Бала жанұя қуанышы, адамзаттың ұрпағы. Ұрпағымыздың жақсылығы үшін барлығымыз міндет жүктеп, келешегімізге септік тигізіп жатырмыз. Балаңыз әке шешесінің келешек қамқоршысы, білімдар азамат болып ержеткей.